Ассалаумағалейкум, ардақты әлеумет. Тікелей эфирде бетпе-бет бағдарламасы сіздермен бірге мен Берікуәли. Бағдарламамыздың бүгінгі қонағы Қазақстан Республикасының әділет министрі Қанат Муси мырза. Қанат Сергейұлы, студиямызға қош келдіңіз. Енді мына өзіңіз білесіз, өткен аптаның сенбі күні мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы 6 бірдей конституциялық заңға жария түрде қол қойды. Бұл енді үлкен саяси реформаның бастауы, бұның барлығы осы жаздағы маусым айындағы жалпы халықтық референдумның заңды жалғасы. Енді мемлекет басшысы сол жария түрде қол қойған кезде былай деп айтқан еді, сілтеме келтірсем. Конституциялық реформа Қазақстан тарихында жаңа дәуір басталғанын айқындады. Сондай-ақ соңғы 3 жылдағы саяси өзгерістерді орнықтырып, мемлекетімізді одан әрі нығайту үшін мықты негіз қалады. Бұдан былай әділеттілік, ашықтық және жанашырлық қағидаттары қатаң сақталады. Біз референдум арқылы бұрын соңды болмаған сыртқы және ішкі сын-қатерлерге төтеп бере алатынымызды дәлелдедік. Конституциялық реформаны нақты жүзеге асыра бастадық деді. Енді бұл енді шынымен де тарихи үлкен шешім. Бұл енді біздің алдағы дамуымыздың негізгі басты құжаттары осы заңдар. Енді осы мемлекет басшысының осы бастамасымен конституциялық сот құрылды. Бұл қарапайым азаматтардың құқығын қорғайтын өкілетті орган. Оған қалай және қандай уақытта жүгінуге болады? Осы конституциялық соттың жұмыс жасау процесі туралы енді еліміздің бас заңгер ретінде халыққа толыққанды мағлұмат беріп жүрсеңіз. Шынында осы таяу кезінде мемлекет басшысы сол заңға қолын қойды. Сонымен бұл заң нормалары осы таяуда 10 күннен кейін күшіне енеді. Және 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап Конституциялық сот Қазақстанда жұмысын істеу бастайды. Бұл Конституциялық соттың, бұл заңның, бұл конституциялық өзгерісінің бір негізгі ең сондай басты ерекшелігі бұл азаматтар конституциялық деңгейде осы конституциялық сотқа жүгіне алады. Бұрынында болмаған. Бұрын конституциялық кеңес бар ғой бізде қазір. Ол кеңеске тек қана мемлекет басшысы, парламент депутаттары, үкімет басшысы тағы бір басқа субъектілер жүгінуге құқығы болды. Бірақ та жай азаматтар ол конституциялық кеңеске жүгінуге құқығына ие болмаған. Қарапайым адамдарда ондай мүмкіндік жоқ еді. Бірақ та атап айту керек, конституциялық сот ол біздің Қазақстандағы сот жүйесіне кірмейді. Ол кірмейді, ол бойынша конституцияда анық бекітілген. Конституциялық соттың бас мақсаты жаңағы сотта қаралатын даулар емес. Ал конституциялық сот қарайтын нормативтік құқықтық актілердің конституцияға сәйкестілігін ғана қарайды. Сондықтан конституциялық сотқа жүгінуге бір ерекшеліктері бар. Біріншіден, ең негізгі ерекшелігі конституциялық сотқа жай даулар туралы шағым берілмейді. Тек қана егер қазір мүмкін адамдар ойлайды, қазір конституциялық сот ашылады, мен келіспеген жоғары соттың шешімін аламды, соған барам, соған жүгінем, сонда бұзады деп жоқ. Осы жерді нақтылап айтсаңыз. Олай емес. Қандай жағдайда жүгіне алады сонда? Қандай мәселелермен жүгінеді? Жалпы тілмен айтқанда, егер сотта дау қаралып, соттың шешімі шықса, ол шешімді шығарғанда соттар бір нормативтік құқықтық акті пайдаланып, соған сүйеніп шешім шығарса, ол шешім күшіне енеді. Адам оған қарсы болса да, оның берілген шағымдары қанағаттандырусыз қалдырады. Сонда азамат сол жаңағы сот сүйене отырған нормативтік құқықтық акт конституцияға сай келмейді деп, сол нормативтік құқықтық актіне жаңағы конституциялық сотқа шағым беріп,
сол акты конституцияның сәйкестілігіне тексеру үшін беріледі. Сондықтан соттың шешімі қаралмайды конституциялық сотта. Ал енді сол сот барысында пайдаланған құқықтық нормативтік құқықтар актар солар ғана конституцияға сәйкестілігіне қаралады. Сондай бір ерекшелігі бар. Жақсы. Енді мына өзіңіз білесіз, мемлекет басшысы қыркүйектің 1-індегі жолдауында елімізде болатын негізгі саяси үлкен маңызды шараларды тайға таңба басқандай айтып берді. Оның бірі қазіргі жүріп жатқан президент сайлауы, келесі мәжіліс сайлауы. Ал бұрын өзіңіз білесіз, бұндай үлкен саяси науқандардың барлығы соңына дейін жасырын түрде құпия болып келіп, бір 2 айға қалған кезде жарқ етіп айтылып, ешкім оған үлгермей де дайындалып та мүмкіндігі болмай қалатын еді. Ал енді мемлекет басшысы осындай бірінші сондай қадамға барды, ашық түрде Қасым-Жомарт Кемелұлы айтты. Яғни ол келесі жылы алдымен осы болатын бірінші осы қазір өтіп жатқан саяси науқан президент сайлауы, одан кейінгі келесі науқан ол мәжіліс сайлауы болады деді. Енді мәжіліс сайлауына үшін тағы бір маңызды мәселе бұл осы биылғы наурызда айтқан жолдауында саяси партиялар тіркеудің жеңілдейтінін айтқан еді. Бұл да енді өте елдің бір қызығушылығын тудырып отырған маңызды құжат. Ол енді жолдаудан сілтеме келтірейін. Онда былай деп айтқан еді: партияларға тіркеу рәсімі едәуір жеңілдейді. Тіркеу шегін 4 есеге 20 мыңнан 5 мың адамға азайтқан жөн. Өңірлердегі өкілдер саны 600-ден 200 адамға төмендетіледі. Партия құру үшін азаматтардың бастамашыл тобының ең төменгі саны 3-тен 1-ге, яғни 1 мыңнан 700 адамға азаяды. Сондай-ақ құрылтай съезін өткізуге және филиалдарды құруға берілетін уақыт көбейеді деді мемлекет басшысы. Осы бағытта қандай жұмыстар жүріп жатыр қазіргі таңда? Аталған тапсырманы орындау бойынша осы министрлік пен Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекет басшысының 2022 жылғы 16 наурыздағы жолдауын іске асыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы осындай ұзын атты бар заң жобасын дайындаған. Ол заң парламентпен қаралып, осы қарашаның үшінде қабылданды. Сол заңдарға мемлекет басшысы қол қойды. Енді сол өзгерістерге байланысты сәйкес қазіргі партия құрылышын мемлекет басшысының бүкіл тапсырмалары орындалды. Саяси партияларды тіркеудің сандық шегін 20 мыңнан 5 мыңға дейін азайтылды, төмендетті. Одан кейін партиялық өңірлік филиалдарының өкілдіктерін ең аз саны туралы талаптар 600-ден 200-ге дейін төмендетілді. Саяси партия құрушын бастамашыл азаматтардың тобының саны 1000 адамнан 700-ге дейін төмендетілді. Бұл кәдімгідей жеңілдік қой шын мәнісінде партия құрамын? Әрине жеңілдік. Өйткені партия құрушын даже бастамашыл азаматтардың тобын жинауға, 1000 адамды жинауға ол енді оңай емес, үлкен еңбек. Өйткені ол азаматтар Қазақстанымыздың облыстарының үшеуінің екі есесін бөлін құрайды. Мысалы, 20 облыс болса, 10 облысынан өкілдерінен кем болмауы керек. Дұрыс айтасыз. Сондықтан 700 адамға дейін сол саны төмендеді. Одан кейін жаңағы құрылтай съезін өткізу керек қой. Бұрын оған заңмен 2 ай берілетін. Қазір ол мерзім 3 айға дейін ұзартылды. Яғни тағы да мүмкіндік беріліп отыр. Тағы мүмкіндік беріліп отыр. Сондай заң қаралып қабылданды. Ол енді жарияланды, 10 күннен кейін жарияланғаннан кейін 10 күннен кейін күшіне енеді. Иә, дұрыс айтасыз. Осы 2 күннен кейін. Иә, дұрыс. Енді бұл да үлкен еліміздегі саяси реформаларға қадам басылған, бұл негізгі қадамдар ғой. Бұл шын айтқан кезде бұл шынымен де бір көп жеңілдік болады. Жалпы осы Конституцияның 24-ші бабына енгізілген өзгерістер де бар. Оны өзіңіз жақсы білесіз. Мәселе осы әкімшілік құқық бұзушылыққа қатысты болып отыр. Бұл институт қалай жұмыс істейді және ұлттық заңнамада қандай өзгерістер қарастырылған, осы жағына тоқталып өтсеңіз.
Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Конституцияның 24-ші бабына қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылық жасаған үшін кінәлі деп тану сот шешімі арқылы соның негізінде еріксіз еңбегі деген жаза қолдануға жол берілді. Көрсетілген норманы іске асыру үшін Әділет министрлігі әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне бірталай өзгерістер дайындап жатыр қазір пысықталуда. Бірақ та ол әлі кодекске енгізілген жоқ. Өйткені бұл еріксіз еңбекті, ол қоғамдық жұмыстар ғой. Қоғамдық жұмыстар бұл қоғамдық пайдалы еңбек, оның мақсаты құқық бұзушыны еңбек арқылы тәрбиелеу болып табылады, және қайталанған әкімшілік құқық бұзушылықтарды болмалдыруға көзделген заң. Бірақ та оны сол жазаны іске асыру үшін бір талай дайындалатын жұмыстар бар. Қандай жұмыстар бар? Оны сол жазаны орындайтын тетігі керек. Тетігін жасау керек. Сонда оны қолдануға болатын кодекске қай құрамдарына, қай статьяларына сондай жазаны көзделеді деп соны анықтау керек, соны дайындау керек. Сондықтан жаңағы жергілікті органдарының, мемлекеттік органдарының сол жұмыстары қалай ұйымдастырылады, оған кім жауапты, органдардың кімге жүктенеді. Сол жұмысты қазір Әділет министрлігі бүкіл мемлекеттік органдармен бірлігіп пысықтауда. Сол жұмыс бітірілгеннен кейін осы жақын кезде парламентке енгізіп, сонда уже кодекске енгізіп, сол жазаны қолдануға болады деп болады. Жақсы. Енді осы елімізде сот ісін жүргізуде үлкен реформаға ұшырады. Сот сараптамасы, яғни наркологиялық, психиатриялық, жаңағы одан кейін сараптамаларды жасау осы Әділет министрлігіне жүктелді. Оның енді нәтижесі қалай болып жатыр, сіздер бұмен қалай айналысасыздар, осы жағына тоқталсаңыз. Қазіргі таңда сот сараптамасы Әділет министрінің қарамағында болып тұр. Бұрын ол әртүрлі ведомстволық несі болған, денсаулық сақтау министрлігінде болды, жаңағы сот медициналық сараптама жүргізу органдар. Соның құқық қорғау органдарында несінде структурасында болған, Әділет министрлікте болған, в общем, жан-жақта болып тұрған. Жан-жақта болған, иә. Бірақ та бір мәселе болған. Бұл жаңағы эксперт өзінің жұмысын істегенде өзінің жаңағы құқық қорғау органдарына бағынбайтын мәселе болды. Бағыну болмайтын мәселе болды. Сондықтан сарапшылар ол неше түрлі сараптаманы жүргізеді. Мысалы, ана мен баланың өлімі туралы кейде істер болады. Ол денсаулық министрлігіне нәтижелері ертең тиемі, тимеймі деген ондайды сұрақтар болды. Сондықтан 2017 жылдан бастап сот сараптама органдары бәрі біріктіріп Әділет министрлігінің қарамағына келді. Бұл әрине бір ведомствода орталықтандыру негізі нәтижесінде нағыз сот сараптама органдарын мен жаңағы құқық қорғау органдарынан, денсаулық сақтау органдарынан шын тәуелсіздігі, сот сараптамасы органдарының бір ведомствода орталықтандыру, құқық қорғау органдары мен денсаулық сақтау министрлігінің органдарының тәуелсіз бірыңғай мемлекеттік сот сараптама жүйесін құруға мүмкіндік берді. Сондай бұл реформаның нәтижесі қандай? Қазір біз керек кезінде кешенді сараптаманы жүргізуге, өткізуге мүмкіншілігіміз бар. Өйткені бұрын қазіргі медициналық, криминалистикалық сараптама, кешенді сараптаманы жүргізу үшін бұрын екі ведомствоға жүктелген. Қазір біз өзіміз ғана жасаймыз оны. Сосын сот биологиялық сараптама және геном экспертизасын біріктіріп жасағанда сараптаманы жасау мерзімі 60 күннен 30 күнге дейін қысқартылды.
Ол енді мерзім әрине жаңағы сотпен қаралып жатқан немесе тергеу жүргізіп жатқан істердің несіне жақсы бір әсер ететін жағдай болды. Ол осы мына зерттеу базасы әділет ақпараттық құқықтық жүйесінің платформасында осы түзіледі. Жалпы оны зерттеу деректерін қай мекеме жалпы жүзеге асырады оны? Бұл бағыттағы жұмыстар қалай? Зерттеу базасындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары, сосын жергілікті атқарушы органдарының, олардың ведомстволық бағынысты ұйымдардың және квазимемлекеттік сектордың субъектілерін жасалған талдамалық, мысалы консалтингтік, әлеуметтік танулық жұмыстар, зерттеулік жасалған жұмыстары бәрі сол базада жиналып тұр бізде. Ол зерттеулермен жаңағы айтылған мемлекет органдарымен өздері, жергілікті органдар, жаңағы басқа квази мемлекет секторының ұйымдары, олар пайдалануға қол жетімділік бар. Олар сол базамен тек өздері жасаған зерттеулермен емес, басқа да зерттеулермен пайдалануға болады. Осы жақында министрлік ғылыми құқықтық сараптама жүргізудің жаңа тәсілдерін таныстырды өздеріңіз. Енді бұл осыған енді кеңірек тоқталсаңыз, бұның енді қандай өзгерістер әкелуі мүмкін, қандай пайдасы бар? Бұл жағынан енді халық қазір енді ақпараттанған жоқ, көп кеңірек осы жағынан толықтырып өтсеңіз. Жақында осы атап айтқанда 2021 жылы ұлттық және шетелдік мамандар қатарынан сарапшылар тартылатын ғылыми құқықтық сараптаманың жаңа моделі енгізілген. Бұлай айтқанда не? Бұрын тек қана өздеріміздің мамандарымыз, олардың ғылыми дәрежесі бар, докторлық нелері бар, тек солар ғана тартылатын. Ал бірақ та осы жасаған реформамен қазіргі таңда сондай ғылыми құқықтық сараптаманы жүргізу үшін біз енді сарапшылардың екі тобы болады. Бірінші ол жаңағы PhD докторының немесе ғылым докторының дәрежесі болса, және 5 жыл сол салада істеген жұмыс өтілі болса, ол бір сарапшылардың тобы. Екінші тобы ол жаңағы жоғары білімі бар, жоғары заң білімі бар, және академиялық дәрежесі магистр немесе бакалавр болса, оған қоса 10 жыл жаңағы еңбек өтілі болса, жаңағы осы мамандық бойынша, онда ол кісі де сарапшы болуға мүмкін. Сөйткенмен біз тек қана енді кейбір заңгерлер ғылыми дәрежесі болмаса да өзінің еңбек тәжірибесімен ол заңды жақсы біледі. Оларды біз неге осындай жұмысқа тартылмаймыз? Енді осындай мүмкіндік ашылды. Жақсы. Енді мына қазір технология түрленген, интернет дәуірлеген заман ғой, өзіңіз білесіз, барлығымыздың қолымызда қазір смартфон, шынын айтуым керек. Ол енді көп дүниені қазір онлайн жасау әдетке айналды, интернет арқылы. Осы тұста елден жырақта жүріп көп шаруаны, мысалы осылай смартфон арқылы тындыруға болады. Мысалғанда, ал енді басқа жерде жүрген, басқа елде жүрген Қазақстан азаматы, мысалға өзің онлайн түрде сенім хатты мысалға бере ала ма, осы жағы тоқталыңызшы, қалай бұл? Жалпы әділет министрлігі көрсетілген мемлекеттік қызметінен 37 цифрлық режимінде көрсетіледі. 37 түрін? 37 түрі. Осы биыл шілдеден бастап әділет министрлігі цифрлық даму министрлікпен бірігіп, және республикалық нотариалдық палатамен бірігіп жасаған біздің пилоттық жобамыз іске қосылды. Цифрлық нотариат деген пилоттық жоба. Цифрлық нотариат жобасы бойынша нотариаттық сенім хаттарды электрондық түрде куәландыруға болады. Мысалы, мен Астанада тұрып жатырмын. Маған сенім хатты
мысалы Өскеменде тұратын адамға беруім керек. Бұрын ол үшін маған екеумізді нотариусқа барып, жаңағы қолымызды қойып, ол біздің жаңағы құжаттарымызды тексеріп, сондай бір жұмыс, үлкен жұмыс болатын. Қазіргі таңда көбі әлі солай істейді. Көбі әлі солай істейді. Мынау пилоттық жоба ол Қазақстан 3 облысында қазір істейді. Қандай облыстар? Батыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан және Павлодар облысында. Пилоттық түрде. Бүкіл жаңағы осы мемлекеттік қызмет интернет арқылы жасауға болады қазір. Адамның жаңағы жеке басын куәландыратын құжат интернеттен беріледі. Оған жаңағы SMS код бойынша ол жаңағы расталады. Сондықтан сонымен интернет арқылы қосылып, жаңағы сенім хатты любой жерге тұратын адамға беруге болады. Үйден шықпай. Жақсы, ал енді мен шетел азаматтардың құқы туралы сұрағым келіп отыр. Енді қазір елімізге келінді кетінді кісі көп қой, енді өзіңіз жақсы біліп отырсыз, не үшін екен. Бірақ енді бұл қалыпты жағдай. Мысалы енді Қазақстанда өзге ел азаматы, мысалы үшін біздің елімізге келді дейік, баспана сатып алды, мысалға. Ол заңдық тұрғыда қалай реттеледі? Қандайды бір шектеу бар ма, әлде біз барлығын бізде еркін ба? Шетелдік азаматтар Қазақстанда мысалы жылжымайтын мүлікті, тұрғын үйді тек қана осында тұрақты түрде тұратын шетелдіктер солар ғана алады. Бірінші соны алу керек қой бірінші. Иә, біріншіден шетелдіктерге осында үй алу үшін осы жақта Қазақстанда тұруға жаңағы құжатын алу керек, рұқсатын алу керек. Рұқсат алу керек. Бірінші соны алу керек. Бірінші соны алу керек. Содан кейін барып жылжымайтын мүлік алады дейсіз ғой. Иә. Ал енді уақытша келіп тұрған шетелдердің азаматтары осындай құқығы ондай жоқ. Үй ала алмайды. Жылжымайтын мүлік ала алмайды. Ала алмайды. Иә. Тек егер сондай жағдай Қазақстанмен қол қойылған халықаралық договорға шартта көзделсе, онда сондай адамдар сондай құқығын пайдалануға болады. Бірақ та басқа шетелдің азаматтары тек қана тұрақты түрде Қазақстанда тұратын шетелдік азаматтар ала алады. Ал жалпы бұл осында келіп, осында алып, үй алуға өтініш беріп жатқандар тізбесін сіздер жүргізесіздер ме, әлде? Жоқ, ол тізбесін шетелдік азаматтардың олар өздері тіркеуге ішкі істер министрлігінің жұмысы. Сосын жаңағы осы Қазақстанда тұру үшін рұқсат алуға ол да ішкі істер министрлігінің жұмысы. Рұқсат алып алып, үйде жылжымайтын мүлікті алу ол сіздерге келеді. Солай ғой? Олар әрине... Ондайлар көп па дегенім ғой, бар ма жалпы? Бар ғой. Оның санын қазір нақты айта алмаймын. Жақсы. Ал енді мына соңғы жылдар коммуналдық тұрғын үй саласында үлкен өзгеріс бар. Бұрынғыдай енді пәтер иелер кооперативтердің дәуірі өтіп барады. Баяғыда пик дейтін едік қой енді. Оның орнын мүлік иелерінің бірлестігі басып жатыр. Бірақ ол ел ішінде бұрынғы және қазіргі жүйені бірге ұстағысы келетін тұрғындарда баршылық, енді үйреніп қалды ғой қанша етқанмен. Үйреніп қалған. Бірақ енді бұл қаншалықты мүмкін? Екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды дейміз. Бұл немесе екі кеменің құйрығын ұстаған суға кетеді дейміз. Енді біреуін таңдауымыз керек қой енді. Қайсысы дұрыс? Бұл бағытта қандай кеңес бересіз енді бас заңгер ретінде? Тұрғын үй қатынастары туралы заңына сәйкес пәтерлердің және тұрғын емес үй жайлардың иелері кондоминиум объектісін басқару, оны жаңағы күтіп ұстауды қаржыландыру үшін кондоминиум объектінің басқаруда екі нысанның біреуін таңдап алу керек. Біреуі мүлік иелерінің бірлестігі, немесе көп пәтерлі тұрғын үйдің қарапайым серіктестігі деген екінші формасы бар. Сол екеуінің бірін таңдау керек. Қайсы тиімді деп ойлайсыз? Бұл енді өздерінің таңдауына байланысты ғой.
мынау жақсы, бұны деп айтса, мен айта алмаймын. айтсаңыз ертең тағы да бәле болады дейсіз ғой. Иә. Дұрыс айтасыз. Министр сондай кеңес берді, яғни осы бағытқа өзі лобби бар деп айтады ғой. Иә, сондықтан өздері таңдап алу керек. Иә. Бірақ та осы 2023 жылдың 1 шілдеге дейін жаңағы бірлестіктің екі формасы да жұмыс жасауға мүмкін. Жаңағы бұрынғы пикта и мынау мысалы мүлік иелерінің бірлестігі. Бірақ та 1 шілдеден бастап пик жойылу керек. Жойылып, тек қана жаңағы заңда көрсетілген екі нысан біреу қалу керек. Пәтер иелерінің кооперативінен былайша айтқан кезде қоштасамыз ғой мен енді. Қоштасамыз енді. Иә, дұрыс. Бұның барлығы енді осы саладағы жұмысты жетілдіруге бағытталған жұмыстар ғой енді. Әйтпесе енді. Ал енді тағы да көрермендерге қандай да бір кеңес, енді еліміздің бас әділет министрі, заңгер ретінде сіздерге келіп түсетін негізгі сұрақтар қандай? Көп халықтың, сіздердің өздерінің ашық есік, болмаса жаңағы сұрақ жауап, телефон, сенім телефондар бар ғой. Көбінде қандай сұрақтармен халық сіздерге шығып жатады? Көбісі әділет министрлігіне түсетін арыздардың көбісі ол жаңағы сот шешімдерін орындау несі рәсімі. Сот орындаушылардың жұмысы, олардың жасаған кемшіліктері бойынша сондай арыз болады. Сосын заң көмегі бойынша қай жолмен оны алуға болады, кім оны көрсетеді, заң көмекті кім көрсетеді, ол ақылы ма, ақылы емес па, сондай сұрақтар бар. Бізде әділет министрлігінде өзіміздің тәулік бойы істейтін тегін жаңағы заң көмегі неміз кеңес беретін өзіміз структура. Сен телефон бар. Иә, сен телефон 119. Ол тәулік бойы істейді. Жаңағы тегін беріледі. Хабарласып кеңес алуға болады. Кеңес алуға болады. Операторларымыз бар, ол робот емес. Ол адамдар жауап беретін. Күткізіп қоймайын ба айтуы? Жоқ, күткізіп қоймайды. Любой сұраққа жауап беретін жақсы мамандарымыз бар. Сол жерде отырады бар. Күндіз-түні дейсіз ғой. Күні-түні. Жақсы. Енді жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Енді заң үстемдігі болмаған жерде ол былайша айтқан кезде анархия болады, өзіңіз білесіз. Үнемі ол заңға бағынған құл болмайды деп Бауыржан Момышұлы Батыр атамыз айтып кеткен. Сол себепті заң болғаннан кейін ол орындалғанда, оның заңның сақталғанда дұрыс. Сол себептен де әділет министрлігі енді осы бағытта жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Жұмыстарыңыз жемісті болсын. Студиямызға келіп, әртүрлі сауалдарға жауап бергеніңізге рахмет. Енді біз сіз алдағы уақытта тағы да қордаланған сұрақтар енді көп. Енді эфирге берілген уақыт аяқталып қалды. Соған тағы да келіп жауап береді деген үміттеміз. Сау болыңыздар. Әрқашан бетпе-бет келгенде жүзіміз ұялмасын. Сау болыңыздар.